Баршаңызға ассаламу алейкум достар. Бүгін өте оңай, жеңіл, тез дайындалатын салат дайындаймыз. Қонақтар келсе де ұялмай қоюға болады, дастарханның көркін ашады. Ол үшін бізге чипсы, майонез, тауықтың төс еті, осындай қақталған қияр, помидор, кукуруз және де икра қажет болады. Алдымен тауығымыздың төс етін осылай кубиктап турап алатын боламыз, ұсақтап. Қажетті құрамның бәрін описанияға жазып қоямын, сол жерден қарап мөлшерімен жасасаңыздар болады. Өте оңай жасалынады, міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмі деген ерекше болып шығады. Ендігі кезекте қиярларымызды да ұсақтап кубиктап турап аламыз. Помидорларымызды да дәл солай ұсақтап турап аламыз. Мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Пайдалы видеолар болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді осылай тарелкамызға қиярымызды, тауық етімізді, помидорымызды саламыз. Сосын икраларымызды саламыз. Осылай шетімен қойып шыға береміз. Кукурузымызды да саламыз. Чипсымызды ұсақтап аламыз, үстіне салып шығамыз. Ортасына майонезімізді салатын боламыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жеңіл дайындалады, әрі дәмді болып шығады. Каналыма тіркелген жандарға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі рецептіде кездескенше сау болыңыздар. Осындай әдемі болып шығады.